отбасындағы ең басты сыйластық қамқорлық. Отбасыларыңа және достарыңа көмектесуді ұмытпаңдар. Тоғызыншы сабақ. Қамқорлық. Екінші тапсырма. Тыңда. Сұрақтарға жауап бер. Арман үйге келе жатыр. Жолда ауырған адамды көрді. Арман: сәлеметсіз бе? Ауырып қалдыңыз ба? Деп сұрады. Иә, жүрегім, деді ол. Ағай, сізде дәрі бар ма? Иә, қалтамда бар, деді ағай. Арман ағайдың қалтасынан дәрі алып берді. Сосын жедел жәрдем шақырды. Рахмет, ақылды бала екенсің, деді ағай. Ұқсас пішіндерді сәйкестендіріп, сөзді оқы. Қайырымдылық жылы жүректен. Күн нұрындай көңілім, даламдай кең пейілім, жүрегім тола мейірім, бәріне ортақ шуағым, қайырымды баламын. Ақыл ойдың мекені, ата әже бар менде, айтып түрлі ертегі, аялайды әнменде. Жақсы көрем атамды, жақсы көрем әжемді, асыл сөзді мақалды, екеуі де әдемі. Тыңдап әже атамды, берем менде қол ұшын, жасы үлкен адамды сыйлай білу борышым. Жақсы көрем атамды, жақсы көрем әжемді, асыл